Түрі мен денесіне қарасаң, UFC боеціне ұқсамайтын Шон Омелли халықты таңғалдырудан жалықпауда. Бұл арық, шашы боялған, түрлі түсті татуировкалары бар жігіт октагонда нағыз жыртқышқа айналады деп ешкім ойламаған. Клеткаға жарық ураган сияқты, түрлі түсті кемпір қосақ секілді, немесе Skittles кәмпитіне ұқсап кіріп келіп, нақты әрі ауыр соққылармен қарсыластарын біртіндеп құлатуда. UFC-де 6 жыл жүріп, 22 жастағы баладан өзінің салмағындағы екі бірдей мықты боецті қалай жеңгені, әлем чемпионына қалай айналғанын көреміз. Оған бәрі күмәнмен қараса да, немесе жек көрсе де, кейбіреулері үстінен күлсе де, бірақ ешкім оның жекпе-жегін өткізіп алғысы келмейді. Бүгін біз Sugar Show қалай жасалатыны және UFC-дің басты нефері туралы жақыннан білеміз. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they got want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Шон Америка құрама штаттарында Хелена қаласында 1994 жылы 24 қарашада дүниеге келген. Алғашқы спорты америкалық футбол болды. Бірақ 15 жасқа толғанда бұл спорт түрі оған ұнамайтынын түсінді. Кейінгі спорт түрі бокс болды. Бұл жерге оның досы ертіп келген еді. Залға келген сәтте ақ бұл атмосфераны ұнатып қалғандығын түсінді. Кейінірек бокс тренировкасына кикбоксинг және джиу-джитсу қосылды. Өзін тренировкаларда жақсы көрсете білген Шон қабілеттілігін әуесқой MMA турнирлерінде сынады. Бұл спортқа қатты берілгені соншалық Шон мектепте оқудан бас тартты. 18 жасқа тола салып, Монтана промоушенінде кәсіпқой дебютын бастады. Бірнеше тамаша нокаутымен халықты өзіне қаратты. 2017 жылы Шон Американың үлкен LFA промоушенында өнер көрсетті. Бұл жекпе-жек 3 минутқа созылып, Шонның тағы бір танымал хайлайтымен аяқталды. Бұндай талант UFC-дің көзіне бірден түсті. Шон Dana White Contender сериясы атты шоуға шақырып алды. Бұл шоу жас таланттарға UFC контрагын жеңіп алуға мүмкіндік болатын. Омелли әдемі комбо удармен, бір панчты керемет нокаутымен қарсыласын демалдырды. Дәл осылай UFC контрагын жеңіп алды. Алғашқы лигадағы дебютын Тирон Уэрге қарсы өткізді. Шон лоу-кик пен стойкадан өзінің жақсы екенін көрсетті. Бойдың соңында джептер арқылы және тейкдаун есебімен Уэрді жеп қойды. Жекпе-жек нәтижесі төрешілердің есебімен Шонның таза жеңісі деп танылды. 3 ай өте салысымен Омелли тағы да октагонға көтерілді. Бұл жолы ол Андре Сухантатамен кездесті. Клеткаға шыға сала Шон шоуын бастап кетті. Бірінші раундта Андре қатты соққы жеді. Бірақ 3-ші раундта Омелли сәтсіз кик әсерінен аяғын жарақаттап алды. Раунд бойы Шон аяғына тұра алмай ақсаңдап жекпе-жекті аяқтады. Бірақ травмаға қарамастан Омелли төрешілер есебімен жеңді және шалқада жатып Джо Роганға сұхбат берді. Бұл сұхбат Шонның 2017 жылғы вирусты ролигіне айналды. Қауіпті клоун аяқ травмасын 6 айда жаза алды. Кейінірек допинг тестерден құлап, бірнеше жекпе-жектерден бас тартып, октагонға 2 жыл көтерілмеді. Бірақ пандемия алдында UFC 249 турнирінде өнерін көрсетті. 2 жыл жекпе-жек көрмеген кез келген спортшы клеткада абдырап қалатын. Бірақ Шон қауіпті лоу-киктарын, орасан зор күшке толы жептерін қарсыласына жегізіп жіберді. Дәл осылай жаңа күшті денелі шапшаң Шон Омеллиді паш етті.
UFC-ді сағынған Сахаров 3 айдан кейін октагонға келесі құрбанын жариятуға келді. Бұл Эдди Вайлент болатын. Дәл осы жекпе-жектен бастап Шон шашын түрлі түстіге бояп октагонға көтерілетін болды. Вайлент Шон үшін оңай олжа атанды. Бір соққы және нокаут. 12 жекпе-жек өткізіп, 12-сінде жеңген жас жігіт рекорд жасады. Ол UFC-де 4 жеңіске жеткені, оны жеңіл салмақтағы топ 15 боецтің қатарына қосты. Алғашқы жеңілісі эквадорлық Марлон Виейраға қарсы UFC 252-ші турнирінде орын алды. Марлон калф-кик арқылы Шонның аяқ нервін үзіп тастады. Амели аяғына нық тұра алмай сүрініп құлап жүрді. Марлон Шонның қателескенін күтіп, партерде жекпе-жекті аяқтады. Жеңіліп, 9 ай демалған Шон клеткада Томас Алмейда мен Крис Маутиньомен кездесіп, оларды келген жеріне қайтарды. UFC-де 8 жеңісі бар Шон әлі де топ 15 боецтің қатарында да жоқ еді. Бұл топты түзету үшін нағыз жауынгер, жеңіл салмақтың алдыңғы чемпионы, халық королі деп аталып кеткен Петр Янмен кездесті. Ол Шонмен жекпе-жекке шықпай жатып чемпион болып үлгерген еді, және болмайтын жайт арқылы титулынан айырылды. Стерлингпен реваншта жеңілген болатын. Бірақ бұл орыс дивизиондағы мықты боец және мықты ударник болып саналатын. Сондықтан Петр бұл жекпе-жекте оңай жеңемін деп пайымдады. Пресс-конференцияда Шон: "Мен бойы қысқалармен көп күрестім. Бұл мен күрескен кішкентайлардың ең ұзыны. Күлгін пудель кішкентай орысты өлтіру үшін барады. Мен кішкентай пидорды жер жастандырамын" деп айтты. Орыс жігіті мен неформальды Америка жігітінің арасындағы жекпе-жек Петрдің басымдылығымен басталды. Шон кейінірек өзін көрсете бастады. Өзінің күресе білетінін және партерден шыға алатынын көрсетті. Екінші раундта Мейли орыстың қорғанысын бұзды. Бірақ Ян да қарап қалмады. Петр партерде басым екенін білдірді. Шон жептері арқылы Янның қабағын қанға боялдырды. Жекпе-жек 3 раунд болып жанкүйерлерге ұмытылмас көңіл күй сыйлады. Төрешілердің шешімімен Амели жеңді. Бұл жеңіс жеңіл салмақтың чемпионына таласуға, Стерлингпен төбелесуге мүмкіндік берді. Стерлинг джиу-джитсудан қауіп төндірді. Ол бұл дивизиондағы ең көп чемпиондығын қорғаған боец ретінде рекорд орнатты. Бірақ Шон: "Ол менің аяғыма крем дегенше, мен оның отын өшірем" деп айтқан болатын. Бұл жекпе-жек 2023 жылы тамыз айында өтті және UFC 292 жетекшілік етті. Қазір осы жерде тәтті оңбаған отыр. Шуга Шоу, сен қайдасың ублюдок? Дана енді сені қорғай алмайды. Төбелесуге дайындал. Мойныңдағы цепті көтіңе тығамын. Мүмкін сен сол кезде бүгіннен қарағанда жақсырақ төбелесетін шығарсың. Сен бүгін нағыз ақымаққа ұқсап жүрдің. Далбам. Клетка жабылып, барлық шу тыныштанған сәтте екі боец іске кірісті. Бірінші раунд аяқ пен соққыларға толы болды. Тек соңына қарай чемпион күреске салды, бірақ қатты қауіп төндірмеді. Екінші раундта барлығын таңғалдырған жайт орын алды. Амели Макгрегор сияқты өзіне ашық келген соққыны жіберіп, дәл және ауыр соққымен панч мастерді құлатты және жеңіл дивизионның жаңа чемпионы атанды. 20 мың жанкүйер оның қалай чемпиондық белбеуін 2 жылдан аса уақыт бермеген боецті жер жастандырғанын көрген сәтте оның хайпы орбитаға дейін ұшты. Және ол әлемнің ең бірінші лигасындағы ең конкурентті дивизионның шыңына шықты.
Сонымен қатар чемпион болатынын сөзбен емес ісімен дәлелдеді және жеңіл салмақтың топ бірінші боеці хайповый жұлдызы екеніне көздерін жеткізді. Бүгінгі сіздерге жасаған видеом осымен аяқталды. Ұнаса каналға жазыл және лайк бас. Келесі кездескенше.